пайда болгону схемалар бар, электрониканын схемалары бар экен да. Сол схемаларды биз өнеркәсиптик электр менен камтамасыздандырууга колдонууга жакшы. Есептелүүне, жүктемелерин есептеуге жакшы. Заттарды көрсөтүп, программаны істеуге біз жоқ заттарды ана деп ең бірінші зат бар ғой, программа ана DSL-ші сол оңай сатылы бізге қолданамыз мүмкіндік заттардың бәрін сол оңай сатылы. Конференцияда жақсы пайдалы заттар көп болды деп ойлаймын өзім негізінде. Мысалға 3D очкилерді алған кезде кез келген заттың құрылысын очки арқылы біз көре алатын боламыз. Мысалы очкиді пайдаланып экранда өз алдымызда көре аламыз да уже мысалға 3D принтерлерді көрсетіп отыр, мысалға жаңа робототехника заманның дамуы мысалға көбінесе көрсетілгенде. Заманның дамуы мысалға біздің пайдаланып кез келген затымыздың дамып жаңа бағытта көрсетіліп жатыр. Электрониканы білген заттар жақсы. Şimdi қандай батарейканы өлшеу керек, қандай волтаж қою керек, неше вольтпен істеу керек, оны қосып, және тексеріп студенттерге жақсы.